Хрусталь шаһар соңғы бөлім. Біраз уақыттан соң мыстан қайтып оралады да, батырым, ең соңғысы шалдың сандығының ішінен шеңбер күміс түстес тас ұрлап алып, хас ханымға жіберіңіз. Ол тас ол арудың тек өзіне деген тәкаппар махаббаты. Ол махаббатты артқан сайын гауһар сұлу қатыгездене береді. Қатыгездіктің жемісін өзің де білесің. Күміс түстес тасты ұрлап берген ханзада еш алаңсыз ұйқыға кетеді. Айналасындағы тасыр-тұсырдан шошып оянған ол орнынан тұрмақшы еді, астында аппақ мамықтан төселген кереуетте жатыр екен. Ең алдымен соны аңғарды. Жан-жағы шыныдан істелгендей жарқ-жұрқ етіп саңғырлап тұр. Есігі де, терезесі де айнадай жарқырайды. Орнынан тұрып еденге көз салды. Онысы да айна тәріздес. Бір кезде келіп есік ашылды. Біреудің судан өрілген сұлбасы көрінеді. Адамға мүлдем ұқсамайтындай. Әйтеуір қимылдап тұрған сияқты. Әлгі тұрып адам тілінде тіл қатады. Құрметті қонақ, сізді ұлы мәртебелім шақырды. Ұзыннан ұзақ дәліз бойымен жүріп келеді. Бұндағы жұрттың барлығы мөлтек судан өрілген тамшылар сияқты ауамен ұшып жүр. Расул таң қалды. Дәліздің төргі үлкен кең бөлмесіне қарай өтті. Төргі жаққа қарай алмады. Тақтың үстінде отырған қыз бен жігіт айналасын жап-жарық еткендері сондай, көзін жұмбаған пендені соқыр қылатын анық. Көзің шыдаса, көңілің шыдамайды. Екеуінің сұлулығына тамсанып, қайта-қайта қарай бергің келетіндей. Жігіт орнынан тұрып, басын төменейді де, ей адамзаттың баласы, мен сенің жақсылығыңды ешқашанда ұмытпаймын. Мен Бибіназар болам, Хрусталь шаһарының билеушісі, арбаушы перісі. Сен мен үшін көп жақсылық қылдың. Маған менің ең қымбатымды қолыма табыс еттің. Сенің қалауың не? Соны айт, орындайын дейді. Ханзада көп ойланбастан, мен ағаларымды тауып алғым келеді. Пері патша, өз жеріме аман есен оралсам дейм. Содан өзге тілегім де жоқ. Пері патша мырс етті. Шынымен де сен іздеген заттан сен үшін бауырларың мен өз әке-шешең маңызды болғаны ма? Сенің не іздеп келгеніңді жақсы білемін. Сендер іздеген затты мен берейін. Қолыңды қағуға менің хақым жоқ. Бірақ ол зат адамдар үшін қауіпті. Ол зат арбаушының қолынан алынғандықтан үшеуіңнің бір-біріңді өлтірулерің де мүмкін. Жоқ, деді Расул. Менің ағаларым адал жандар. Біз жолға бірге шыққанбыз. Бірге оралуымыз керек. Әкемізге берген уәдені де бірге орындауымыз керек. Әкелеріңе берген уәделерің шынымен бірінші орында болса, онда мақұл-ақ. Бүгінше менің үйлену тойымда қонақ бол, ертең діттеген жеріңе апарып саламыз, деді Бибіназар. Ертеңгісін Бибіназар бұның қолына 3 хрусталь сандықшаны беріп тұрып тағы былай деді. Ей ханзада, мынаны қаперіңді ұста. Үшеуінің ішінде біреуінің ниетің бұзық болса, онда мынау сандықтың бірі болмасын, бірі өзегінен ашылады. Сол, ей ханзада, мынаны қаперіңде ұста. Үшеуінің ішінде біреуінің ниетің бұзық болса, онда мынау сандықтың бірі болмасын, бірі өздігінен ашылады. Жер жүзін біздегі сиқыр торығамайды. Бұның ішінде ешқандай да гүл емес, оның орнында жындар шығады. Ағалар мен ата-анаң түгілі жердегі әлемді құтқару қиынға түседі. Ал егер аман-есен жеткізе алсаңдар, бұл барлығыңды бақытқа бөлейді. Көзіңді жұм дегенде естіп барып, көзіңді аш дегенде Расул көзін ашты. Қасында 2 ағасы сап-сау, бірін-бірі көріп мәз-мейрам болған ағайындылар соңында әрең дегенде елге оралады. Патшаның алдына әкеп 3 сандықшаны ашады. Сандықшаның ішіндегі 3 құмырадан 3 сұлу қыз шығады. Патшаға 3 құтыдан бір сұйық заттың ішуін өтінеді. Сол құтыдағы сұйық дәріні ішкен патша әрі жасарып, әрі жақсарып дертінен айығады. Ал ханзадалар сол 3 сұлуға үйленіп, патшаның сенім тапсырған патшалығын әрі әділ, әрі адал басқарады. Сонымен осындай қиыншылықтарын өткен ағайындылар өз мұраттарына жеткен екен.